Алматы полиграфия колледжі өндірістік оқыту шебері Дүйсенбай Нұрдана Сәрсенбай қызы. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін 10 қараша 2020 жыл. Сабақтың тақырыбы форзацтар және оның түрлері. Сабақтың мақсаты: форзацтың қызметін түсіндіру, форзацқа пайдаланылатын қағаз түрлерін көрсетіп түсіндіру, форзацтардың түрлері мен ерекшеліктерімен танысу, студенттерді ұқыптылыққа және тазалыққа үйрету. Форзац қатты мұқабаның негізгі элементі. Оның көмегімен кітап блогы мұқабамен бекітіледі. Форзац 4 беттік дәптер. Иілімге берік қағаздан жасалынады. Форзац көмегімен мұқабалар блоктың бірінші және соңғы беттерінің түптерімен бекітіледі. Форзацтың негізгі қызметі блокты түптеу қаппен біріктіру, сонымен қатар ол кітаптың ішкі безендіруіне жатады. Форзацқа арнайы қағаз түрін қолданамыз. Ол мықты, жыртылуға, суға төзімді болу керек. Форзацтар кітаптың мазмұнына қарай безендірілу керек. Бірінші суретте кітаптың негізгі элементтері көрсетілген. Бірінші дәптер, мұқаба, форзац, кітап блогы, мұқабаның түбі, мұқабаның бүгілімденетін тұсы, яғни растав. Форзацты безендіруіне қарай 3 топқа бөлеміз. Бірінші, суретті тақырыптық форзац. Бұл форзацта кітаптың мазмұнына сәйкестілік жасалынады. Мұндай форзац балаларға арналған басылымдарда болады. Декоративті өрнектелген форзац. Бұл форзацтарда өрнек толық бетті немесе беттің бір шетін алуы мүмкін. Мұндай өрнектер басылымның мазмұнын бермейді. Үшінші, бір түсті қарапайым форзац. Бұл форзацтар ақ немесе түрлі түсті өңделген қағаздан жасалынады. Форзацтар құрылымына қарай екіге бөлінеді. Бірінші, толық қағаздан тұратын форзац, екінші құрама форзац. Толық қағаздан тұратын форзац қағаздан дайындалады. Ал құрама форзац екі жағы қағаздан, түбі матадан дайындалады. Мына суретте көрсетіліп тұрғандай, екі жағы қағаз және де түбі мата болып тұр. Бекітілу әдісіне қарай желімденген, тігілген және кигізіліп тігілген болып бөлінеді. Желімденген форзац. Барлық жерге кеңінен тарап қолданылып жүрген форзац түрі жай желімденетін форзац. Бұл арнаулы форзацтық қағаздан жасалған бір бүгілімді дәптер болып табылады. Ол мәтінді дәптерге форзац желімдеуіш автоматтардың көмегімен суреттік көркемделу желімденгендей желімденеді. Және ол 30 мм-ға дейінгі көлемді кітаптардың бәріне арналған. Кемшілігі: онша берік еместігі. Оның бұл кемшілігі, егер желімдеме белгіленген параметрлерге сәйкес болса, дәптердің түптеме ернеуі мен шегіністік мөлшер үлкейтіліп жіберілсе, біріктіру қисық жасалынса, тағы басқа. Одан сайын көбейе түседі. Суретте көріп тұрғандарыңыз тігілген форзац. Тігілген форзац, яғни бірінші дәптермен бірге тігіледі. Форзацтың бір жағы үлкен, екінші жағы 2-3 см болып келеді.
окантовкамен желімденетін форзац. Қарапайым әдіспен 1-1,5 мм отступпен желімденеді де, қосымша окантовка. Окантовка жасау автоматында жасалынады. Престеледі. Кемшілігі: блок қалыңдайды, түптеу қабын кигізгенде ыңғайсыздық тудырады. Қалыңдығы 35-40 мм өнімдерде пайдаланылады. Егер 35 мм-ден аз болса, тек бірінші дәптермен форзац қана окантовка жасалынады. Егер одан көп болса, бірінші және соңғы дәптер форзацымен бірге окантовка жасалынады. Олар энциклопедиялар мен анықтамалық кітапшаларда пайдаланылады. Өзіндік форзац. Кітап блогының бірінші және соңғы беті. Аз көлемді өнімдерде пайдаланылады, яғни 5-10 мм өнімдер. Бірінің ішіне бірі кигізіліп, және бірінің үстіне бірі қойылып жинақталады. Форзац негізгі мәтінмен бірге басылады. Мұның қызметін бірінші дәптердің басылмаған бірінші 4 беті мен соңғы дәптердің сондай 4 беті атқарады. Мұндай форзацты қолдану басу үшін қасиеті тек нақ өзінікіне жуық офсеттік қағазды пайдаланған жағдайда ғана қолайлы. Аз көлемді басылымдарға қағаз қалыңдау және тығыздау болу керек. Сондықтан да бұл форзац түрі көп қолданылмайды. Кемшілігі: тігілгеннен кейін саңылаулары көрініп тұрады. Суретте көріп тұрғандарыңыз: бірінші форзац, екінші дәптер. Маталы фальчигі бар тігілген құрама форзац. Қымбат әрі үлкен форматтағы өнімдерде пайдаланылады. Ерекшелігі: форзацтың бір жағы дәптерден 6 мм үлкенірек, екінші жағы 6 мм кішірек. Суретте көрсетіліп тұрған бізде 5-ші фальчик маталы, 4-ші форзац, 3-ші форзацтың үлкен жағы. Форзацтарды даярлау және желімдеу. Дәстүрлі технология бойынша қарапайым форзацтары бар күрделі дәптерлерді даярлау форзацқа арналған қағазды кесіп пішуден басталады. Бұл операцияны орындаудың 3 шарты бар. Бірінші, арнайы форзацтық қағаз немесе деформацияға төзімді, сапасы форзацтық қағазға жақын қағаздар қолданылуы керек. Екінші, қағаздың беттік тығыздығы блок қалыңдығына сәйкес 120-160 грамм метр квадрат шамасында болу керек. Форзацтардың бүгілім сызығы қағаздың машиналық бағытымен орналастырылуы тиіс. Форзац кітап блогы мен түптеу қабын біріктіру қызметін атқаратындықтан, өзінің арнайы форзацтық қағазға қойылатын талаптары бар. Олар тығыз әрі мөлдір емес болуы тиіс. Яғни массасы 100-160 грамм метрға дейін болу керек. Келесі маркалар пайдаланылу керек. А маркасы басылмаған форзацтарға, О маркасы және офсеттік бірінші қағаз басылған форзацтарға арналады. Желім жағу дәрежесі 0,5 мм-ден 1,175 мм аралығында болу керек. Форзацтардың бүгілім сызығы қағаздың машиналық бағытымен орналасуы тиіс. Желім жағу кезінде деформацияға ұшырамау керек. Жағылған желім парақтың арғы бетіне өтпеуі керек. Форзац дегеніміз кітап блогы мен түптеу қабын біріктіретін кітап элементі. Оның негізгі функциясы да сол: кітап блогы мен түптеу қабын біріктіру. Сонымен қатар, форзац безендіру қызметін де атқарады. Форзац даярлау үшін арнайы форзацтық қағаз пайдаланылады.
Ол мықты қасиеттерге ие тығыз қағаз. Себебі кітап қолданыста бірнеше рет ашылып жабылады. Форзатты қағазды сапасы ұқсас қалың қағазбен алмастыруға болады. Мысалы, массасы 120 грамм болатын дизайнерлік қағазды қолданайық. Бұл оптималды параметр болып табылады және бүктемелеу кезінде сынбайды. Көркемдеуіне байланысты форзаттар бір түсті қарапайым, декоративті өрнектелген және суреттік тақырыптық болып бөлінеді. Бір түсті қарапайым форзац алдарыңызда көріп отырғандай бір түспен ешқандай бейне суреті жоқ қарапайым форзац. Декоративті өрнектелген форзацтар әдеби кітаптарда көбіне кездеседі. Көбінесе орнаментпен көркемделген. Суреттік тақырыптық форзацтар кітаптың мазмұнына қарай бейнеленген. Мысалы, география оқулықтарында карта, математика оқулығында логарифмдік теңдеулер бейнеленуі мүмкін, әдеби шығармаларда табиғат көрінісі бейнеленеді. Дайын болған блокқа форзацты жапсырайық. Форзацтың биіктігі кітап блогының биіктігіне тең, ал ені кітап блогының 2 еніне тең. Бір кітапта 2 форзац болатынын есте сақтаңыздар. Форзацты қолмен жапсырғанда ПВА желімі пайдаланылады. Жеткілікті дәрежеде тұтқырлыққа ие болу үшін су қосамыз, яғни сұйылтамыз. Желім біркелкі іртіктерсіз жағылуы тиіс. Сондықтан оны жақсылап араластырып, бір текті массаға айналдырамыз. Желіммен жұмыс жасау кезінде макулатура пайдаланған жөн. Жағып, тексеріп көреміз. Жағылуы өте жақсы біркелкі. Кітап блогының түбін өзімізге қарама-қарсы қойып, көз мөлшермен 5 мм 30 түп қалдырып, қажет емес қағаз қойып аламыз. Щетканың көмегімен ашық тұрған жерге, яғни форзацымызға желім жағамыз. Желімді ортасынан шеттеріне қарай жаққан жөн. Сонда желім біркелкі жағылады. Екінші нұсқада форзацымызды блокқа жабыстырамыз. Онда да 5 мм 30 түп қалдырып, желім жағамыз да оны блокқа жабыстырамыз. Блогымызға желім жағылған форзацтарды желімдейміз. Артық желімді сүрткішпен сүртіп тастаймыз. Блогымыз дайын болды. Міне. Үйге тапсырма. Дәріс жазу, форзацтың түрлерін жаттау.